барып келісім шарт жасап жаңағы общий презентация оқуды үйретті. Бір күні сөйтіп 5-6 встреча жасады. Сөйтіп енді 5-6 встреча жасап жатқаннан кейін оған үйреніп аласың ғой істетіп жатқаннан кейін. Сөйтеді да маған бір школға барып жинатады. Мені қалай самостоятельно қылып, мен сізге түсіндіріп жіберейін. Жинатты, сөйтіп мен бәрін жинап, дайындап, қазір наставник келеді деп жатырмын. Сөйтіп елдер келді, мектепте как обычно қалай болады, 10-15 минутым бар дейді. Сөйтіп бәрін дайындап отырмын, алып келдім, товарды көтеріп, мектепте мұғалімдер жиналды. Жаңағы общий городской презентация ғой. Сөйтіп наставник Мақсат мен келе жатырмын деді. Сөйтіп мен оған звондадым, уақыт болып қалды ғой депші. Сөйтіп келе жатыр Мақсат, сен пока бастай бер, мен қазір кіріп келемін деді. Түсіндіңіз ба? Өйткені кешіп келе жатырмын деді да. Сөйтіп хорошо, қалай бастай бер, мен сені күтемін дедім да. Сөйтіп қайттан звондасам, уже телефон өшіріп тастапты да. Сонымен не керек? Оқыты, городской презентацияны үйрену керек. Адамдар күтіп тұр. Қолынан келгенше именно бірінші городской презентацияны ол встречадан бөлек 20 адамға өзім қиналып кетсем де, ашуланып кеткен наставнигіме 2-3 рет звондаймын, елдер уже маған, ей, бала босашы деді, бізде уақыт жоқ қой дегенде уже түсіндім да. Білмеймін қалай өткізгенімді. Әйтеуір автоматически солай болды да, бір бәлені айттым, әйтеуір бүйтіп жатырмын. Қарап қалсам, елдің бәрі шығып кетті да. 2-ақ адам қалыпты, сөйтсем жерде 1-2 үлкен кісілер. Анау кремің ба, анау продукцияң жақсы екен, қанша тұрады дейді да маған. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп, ол осынша деп, сөйтіп, о қызықты да, сөйтті да мен телефон жазып алдым да, қарасам ешкім жоқ. Сөйттім да, жаңа продукциям жинадым да, астына түссем, наставнигім қарасам, анандай жерде курилкада темекі шегіп отыр да, жаңа орыс наставнигім. Сөйтіп қарадым, ашуланып кеткен, мен, Серега, ты че? Мы могли бы подписать этих всех. Ты че? Мені қатты подвайт еттің ғой деп ашулы болып тұрмын да. Сол кезде Мақсат, мен сені құттықтаймын. Ең бірінші городской презентация өткіздің сен қазір. Танымайтын адамдарға деді. Әнеугін встреча өткізіп едің ғой дейді да. Құттықтадым мен сол кезде дейді. Ал екінші, мынау танымайтын адамдарға сен қазір встреча өткіздің. Уже 15-20 адамға құттықтаймын, молодецсің деді да. Сол менен өттің сен дейді да. Ал енді сен уже самостоятельныйсың Мақсат. Бүгіннен бастап мен көзім жетті. Осы дүниені енді сен жасай бер деп маған орысша құттықтап. Сол кезде бір керемет да болды деп. Ал енді давай осы встречаларды тоқтатпа. Мен сенің қасыңда саған поддержка беріп жүремін. Сөйтіп осыны сен үйрендің деді. Сол кезде менде ощущение, да, действительно біраз нәрсені үйреніп алыппын деп. Ол мені как орлиное воспитание деді, бағана айтып кеттім. Біз куриный воспитаниемен айналысамыз да, а бұл кісі орлиное воспитание. Куриный воспитание дегеніміз, құрық тауық деген балапандарын ешкімге жегізбей, қасында жүріп сөйтіп өзі солар үшін жасап, сөйтіп воспитывать етеді да. А орел дегеніміз, ол дегеніміз қалай? Баласын уже кішкентайынан анау іннен жұмыртқа болғаннан бастап мен оны изучать еттім. Астын бәрін мамықлап, жұмыртқа уже жарыладау деген кезде ол уже жаңағы мамық болған матаның бәрін ала бастайды екен. Сөйтіп алып тастаған кезде, уже жұмыртқа жарылған кезде, ол резкі жаңағыдай ағаштың үстіне жатады екен да балапан. Уже ағашқа үйретеді да, сосын кейін барып уже өсіп жатқан кезде, қанаты бәрі өсіп жатқан кезде, ақырын ағаштарын ала береді екен да, жаңағы орелымыз. Сөйтіп ағаштарын алғаннан кейін, уже қанат өскеннен кейін, ол құр жаңа тас жерде жатады да. Сөйтіп оны басынан уже бейімдей бастайды да. Сөйтіп тас жерде өсіп, уже қанат өскеннен кейін барып, қарайды екен да. Сөйтеді екен да, оны қанат өсті қатайдау дегенде, сол інде онымен ойнап үйренеді екен да, жаңағыдай. Сөйтеді екен да, алады екен да, итеріп жібереді екен. Жаңағы құздан. Сөйтіп қарап отырады екен, егер ұшса, ұшып кетті, онда жақсы. Егер ұшпай құлап баратса, бір рет іліп алады екен. Бір мүмкіндік береді екен да. Іліп алады екен де, сөйтеді екен да, жаңағы інне апарып қояды екен. Сөйтеді да, қайтадан 1-2 апта жаңағы тренировка жасайды екен да, сөйтеді қайтадан итеріп жібереді екен. Енді екінші рет ол ілмейді екен. Ұшса ұшып кетті, ұшпаса құлайды екен да. Сол сияқты көрдіңіз ба, самостоятельность итермейді да. Ал самостоятельный болып кетсе, ол дегеніміз уже үлкен дүние да. Сол сияқты партнерларды да көрсету арқылы, істету арқылы самостоятельностьке біз алып келу керекпіз. Команданы. Түсіңіздер ма?
Ал енді орыстарда мынандай нәрсе бар. Көп лидерлер, ты научи, если ты учишь, да, егер сен ол партнерыңды, если ты учишь рыбу кушать, он будет сыт один день. А если ты научишь рыбу ловить, он будет сыт каждый день. Да? Ол дегенімізде, егер сен оған балық жеуді үйретсең дейді, ол бір күні қарны тоқ болады дейді. Да? А егер сен оған тек қана балық жеуді үйрету емес, оған балық аулауды үйрететін болсаң дейді, да, ол күнде қарны тоқ болады дейді. Да? Сол үшін бұл жерде мақсат, жаңағы сен оған контрактқа адамды жазып беретін болсаң, лидерсің, да? Соған контрактқа адамды жазып беретін болсаң астына, сен онда оған балық жеуді үйретіп жатсың, да? Көбіміз неге осы лидерлерді мойындайтынша, көбіміз сол балық жеуді жақсы үйретеміз, да? Бірақ балық аулауды үйретпейміз, да? Ал менің де мақсатым сізге оларға тек қана балық жеуді үйрету емес, бір күн қарны тоқ болу. Оларға балық аулауды үйрету. Ал енді балық аулауды үйрету неге маңызды сіз үшін? Өйткені өз жерде қараңызшы, көп адамдар неге оны үйреткісі келмейді? Өйткені сен қармақ алу керексің, оған да қармақ беру керексің, онымен жаңағы өзенге бару керексің, жаңа қармақтың, балықтың дәмін алу керексің, қазып, сөйтіп оны барып, дайындап, өзенге барып жаңа қармақты лақтырасың, сөйтесің да балықты жаңағы ұстап, үйренесің. Бір күні балық болмауы мүмкін, балық түспей қалуы мүмкін. Сол моментте екінші күні балық болуы мүмкін. Екінші рет апарып, оған да қармақты көрсетіп, балықты былай ұстайды, бүйтіп жаңағы поплавок клевать еткен кезде, алып кеткен кезде бүйтіп тартасың деп, өзің іс жүзінде қасыңда тұрғызып көрсетсең, сол кезде ода уже, мынаны істеу жеңіл екен ғой деп, сөйтесің қармақты соған бересің. Ол қармақты алады, лақтырады, сөйтіп бір-екі балық ұстап үйренеді. Сөйтеді, мен ұстадым балықты дейді. Балықты ұстадым дегені, ол сіз оған үйреттіңіз встреча жасауды, презентация жасауды, бірге алып жүрсіз қасыңызда, үйреттіңіз, үйреткеннен кейін бар. Ал енді менен үйренген нәрсеңді сен айт. Мен тыңдайын, енді сен айтып үйрен деп, соның қасыңда тыңдап, оған поддержка бересіз. Сол кезде ол жаңа қармақты алып балға бір-екі балықты ұстап үйренсе, или уже сразу же сол моментте ол бір-екі адамды контрактқа тұрғызатын болса, ол кезде оған сенім пайда болады да. Үйрендім мен дейді, сен уже бір қабілетті үйреткеннен кейін барып, ол келесі жолы саған айтады, бірге барайықшы балыққа, сізбен барған керемет, сізбен барсаң балық көп ұстаймыз, мен барсам балық аз дейді. Өйткені ол неге өйтіп айтады? Өйткені ода тәжірибе жоқ, өйткені ол өзенді білмейді. Сол үшін ол солай болады да. Или сен новый партнерің қалай, мен контрактқа тұрғызамайын дейді. Ол нормальный нәрсе. Тез адам тұрғысы кетпейді ғой. Үйрену арқылы сен тұрғызасың. Сол сияқты ол да сені келесі жолы өзенге барғысы келеді семен. Сол моментте сен айтасың да оған, бағанағыдай, мені қалай үйретті, сен барда мектепте жүргізе бер деді наставнигім, мен саған келемін деді. Сөйтті да ол түсінді, ол маған уже наставникке қатты жаман үйренгенімді, и ол стратегический момент жасады да, сен жасай бер, бәрін дайындай бер деді да, мен сахнаға шығып, ал енді өзің бастай бер деді, ол телефон өшіріп тастады. Сол сияқты сіз де өзенге бір-екі рет алып бардыңыз, балық ұстауды үйреттіңіз, сөйттіңіз да, ол сізді қайттан өзенге шақырады, семен балық аулаған керемет жүрші деп. Түсініңіздер ғой, сол моментте сен айтасың оған, так, сен өзің бара бер, өзенге қармақ, балық бәрін ал, жаңағы несін ал да, бара бер, мен сенің артыңнан барамын, сен пока балық аулай бер деп. Түсініңіз ба? Сол моментте ол барады, барғаннан кейін ол безвыходное положениеде, түсініңізші андай, безвыходное положение тастайды, барғаннан кейін ол обязательно қармақты салады өзенге, сөйтеді, ол обязательно балық ұстап үйренеді. Бірақ саған звондайды, не болды, келетін болдың ба, мынау деп. Сол моментте сен жаңағыдай тактика, бұл керемет тактика, осыны қолданыңыздаршы. Партнердан, ключевой партнерді тәрбиелегенге түсіне білсеңіздер, мен сіздерге бір керемет тактика беріп отырмын қазір. Осыны пайдалансаңыздар, осы инструментті сіз партнердан, активный партнерді тәрбиелеуді үйренесіз. Ал енді тактика, сен балығыңды аулай бер, мен келемін. Ол балықты аулап атқан кезде, уже аулап атқан кезде саған звондайды. Не болды? Мен сол кезде айтамын, так,
кешірші, мына жерде бір встреча болып қалды, мен бүгін барамайтын болдым, ренжіме, сен уже жақсы аулап үйрендің ғой, өзің аулап келе бер. Хорошо, кешке мен саған хабарласамын деп, ренжіме деп телефон тастай саласыз. Сол моментте сол тактика, ол саған ренжімейді. Сөйтті отырады да, сол жерден 2-3 балық ұстайды. Өзі самостоятельно. Бір нәрсені түсіңізші, ол оған потенциалын барына сенбейді да, балық аулай алатынына. Оған сенім білдіру үшін сіз оны самостоятельностьке жібересіз да, жаңағы бүркіт сияқты қорқады. Любой адам қорқады, түсіңізші. Егер сені итеріп жіберсе, не болады? Анау бір притчаны естіп пе едіңіздер? Бір күні бір хан тұр дейді да, сөйтсе ана өзенде крокодилдер көп дейді да. Сөйтіп хан ар жақта тұр, бәрін жинап алып. Кім мынау бассейн ғой, бассейнде крокодилдерден жүзіп өтіп, арғы жағына жүзіп баратын болса дейді, соған мен жарты байлығымды берем, қызымды берем дейді. Сондай бір притча бар. Енді сол моментте біреу сүңгіп кетті да, қорықпай крокодилдерден ары қарай жүзіп шықты да. Сөйтіп хан таң қалды. Ол қалай болды десе, ана ашуланып жүр дейді да. Не болды, қалай істедің десе, жаңағы итерген адамды іздеп жүр, кім мен итеріп жіберді деп айтады дейді да. Түсініңіз ба? Сол сияқты солайда адам өзінің потенциалын түсіну үшін оны соған безвыходный положениеға біз тонко, тактично апарып қою керекпіз да. Сол кезде ол түсінеді, бұл жерде түсінген кезде кешке таман хабарласам дедім, ол 2-3 балығын ұстап келеді кешке ұмыт кетпеңіз, звондайсыз. Алло, жағдай қалай? Мен келе алмадым, действительно, не болды? Бүгін қалай, балық ұстадың ба сен деп? Сол кезде ол айтады, да, ұстадым, 2-3 балық ұстадым деп, керемет саған эмоциясымен бөліседі да. Сол сияқты, сіз оны самостоятельностьке жібересіз, сөйтесіз, ол барады да, безвыходный положениеда, сөйтеді, адаммен встреча жасайды да, контракт алып келеді. Контракт. Сөйтеді, сізге қуанып звондайды, Мақсат Рысбекович, білесіз ба, мен бүгін контракт алдым деп. Ал мен сізге айтайын, ең бірінші контрактымды мен алған кезде, мен сол күні қандай бақытты адам болдым, түсініңізші? Мен түсініп, қандай сенім да, өзіңнің контракт алған кезінде. Хоть 2 продукт салса да, мен әлі есімде, бір шаймен бір нәрсемді алды да, қалай қуандым мен, түсініңіз ба? Мәсаған, бір сенім келді да, бір сол күні сенен бақытты адам жоқ та, түсініңіз ба? Жаңағы наставнигіме рахметті, кейде біз бағаламаймыз да, кейде ашуланамыз. Сол сияқты осындай тактичный методтерді сіздер салсаңыздар болады. Бұл методты мен де бойыма сіңіріп үйрендім. Бойыма сіңіріп үйрену үшін түсініңізші, уақыт керек болды. Сізде осыны дұрыс подходты алсаңыз, сізде қазір үйреніп атсыз да, ендігі маңыздысы соны, сен содан орысша айтқанда процесс дейді ғой, мәселе конечный результат емес, мәселе сен істеп атқан процессіңнен удовольствие алып үйренуді, ал удовольствиені қалай аласың, басында сен түсінбейсің, түсінбегеннен кейін сен жасайсың, жасағаннан кейін сенің адамдарың контракт өздері самостоятельно тұрып, ақша тауып атқан кезде саған мынандай сенім келеді, как будто сен пустой нәрсе емессің да, мен үйреттім ғой. Олар саған рахметін айта бастайды да, Мақсат Рысбекович, рахмет сізге деп. И өзімде ощущением, жаңағы балық ұстап келгеннен кейін бір керемет, бір өзің бір үйрендің да, вот сол ощущение саған сенім береді да. Ал енді сен бір рет балық ұстап келгеннен кейін, мен наставлен көрдіңіз ба, қандай тактик болған? 3-ші рет мен звондаймын, балыққа барасың ба анау дейді да маған. Сол кезде мен айтам, кешір, өзің ұстап үйрендің ғой. Енді сен деймін да, осы балық аулауды жаңағы өзіңнің қазіргі бүгінгі контрактқа тұрған адамдарың бар ғой деймін да. Соларға үйретсем, мен саған қалай үйреттім, болды, өстіп поэтапно, тез үйретпе. Уже көрдіңіз бе, 2-ші процесс басталды да. Уже бизнес дупликация кетті да, түсіндіңіз ба? Уже бизнес дупликация кетті. Сен де соны үйретсеші. Ой, мен оны үйрете алмаймын ғой дейді. Мен саған қалай үйреттім? Қасыңда алып жүр. Ананы көрсет. Мен не қайталадым, соны қайталасашы сен деп. Ақырын мен уже 2-ші этапқа көше бастаймын да. Ол уже үйрене бастайды да. Сосын бар, где-то что-то сен бір нәрсені түсінбесең, мен 24 сағат связдамын ғой. Менен сұра, хорошо? Деп, сөйтіп ол өзінің адамдарына да уже жаңағыдай
мынау презентация сенің капиталың, мынау қармақ, мынау балықтың жейтін нәрсесі деп ақырын мен қалай үйреттім, ол да уже процесте өз адамдарына үйрете бастайды да. Ол жерде уже ол сен соны қадағалай бастайсың да. Сол кезде де сенің поддержкаң керек та. Түсініңіз ба? Сөйтіп простатамен, сөйтіп партнердан қалай активный партнерді тәрбиелеу процесі басталады да. Сол кезде мен жаңағы әлі есімде контрактқа тұрғыздым да, такое ощущение керемет. И уже потихоньку наставник наталкивать етті. Енді бар, жаңағы презентацияны үйрендің, енді давай деп. Уже үйреніп алдым. Сөйтінде бір нәрсе меңгергеннен уже холодный контакт меңгердім. Соны үйрендім, ананы үйрендім. Сөйтіп үйрету арқылы процесте сол нәрселерді үйрендім да. Ана қазақта мынандай мақал бар ғой. Не дейді, ұядан шыққанда нені көресің, ұядан шыққанда соны ілесің дей ма? Сол сияқты бала тәрбиесі мен партнер тәрбиесі екеуі бір дейді. Партнер да сенің айтқаныңды істемейді, сенің істегеніңді істейді да. Бала да, ол да сондай да, сенің жаңағы айтқаныңды істемейді, сенің жасағаныңды істейді да. Енді о бастан сенің ниетің соны дұрыс ключевой партнер қылу, соған ақшаны табуды үйрету, соған команданы жаңағы жасауды үйрету болатын болса, сен ниетіңе қарай уже психологически дайынсың да, как бы усилие вкладывать ету керек екенін сен түсінесің, оған уақыт керек екенін. Ұяда не көрсең, шыққанда соны ілесің дейді. Өте дұрыс айттыңыз. Уақыт керек екенін сен түсінесің да. Бұл жерде маңыздысы сол психологически сен соған дайынсың да. Жаңа өз-өзіңмен жұмыс жасау инструменттері бар. Сөйтіп ақырын осы процесті сен потокқа қойып аласың да. 2 ай сайын 2 ключевой адамнан жіберіп отырасың да. Сосын кейін барып сенің адамдарыңды саған қарайды да, сенің жасаған нәрсеңді қайталай бастайды да. Сөйтіп қайталау арқылы бір-біріңізден себеп болып, сөйтіп ключевой адамдар пайда болады да. Сол үшін сізге маңызды мақсат қою керек та. Жылдың аяғына дейін мен 100 ключевой партнер тәрбиелеймін деп. 100 ключевой партнер. Сөйтіп өзімнің ключевой партнерларыма оларды да қадағалаймын, чтобы олар да жаңағы ключевой партнерлар тәрбиелесін деп. Түсініңізші, сіздің мақсатыңыз 100 болса да, 100 ключевой партнер тәрбиелеу. Ал енді сол мақсатыңызға атсалысуға мен дайынмын. Мен көмектесуге дайынмын. Қазір 2-ші сағатта мен сізге айтамын, қандай жаңалықтарым бар екенін, сол жаңағыдай потоктарды, мынау тренингтерді сізге партнердан активный партнер тәрбиелеп беру үшін осы тренингтерді потокқа қойын деп атырмын да. Ол жерде сіздердің де жәрдемдеріңіз керек та. Өйткені егер сіз бізге керекпіз десеңіз, онда бірге сіздерге үлкен команда, сильный команда тәрбиелеуге мен де атсалысқым келеді да. Поток дегеніміз мына тренингтерді Құдай қаласа потокқа қоямыз да, ай сайын осындай новичоктарға арналған 2 тренингтен өткізіп отырамыз да. Сол кезде бұның маңыздысы, сіз новичогыңыз келгеннен кейін сіз оны сразу өзіңіз де осы мен үйреткен дүниені бойыңызға сіңіріп, соған үйретесіз да, сөйтесіз да, оны алып келесіз да, мынау тренингке потокқа салып жібересіз да. Сол кезде ол потокқа келеді. Міне қазір сіз мысалға 10 күнде біраз нәрсені бойыңызға сіңірдіңіз, осы біраз нәрсені сіңіру арқылы біраз дүниелер адамдар алғысын айтып жатыр. Мақсат Рысбекович, керемет, сіз сияқты тренер керек, өстіп түсіндіретін деп. Мынандай нәрседе мен де бір кішкене мынандай углубленно түсіндіргім келеді да, маңыздылық бергім келеді да. Көп нәрселер мына президент болып жүрген кезімде мынандай қателікті өзім көп жасадым. Мына жерде менің де лидерлерім бар да. Қандай қателік? Эмоцияда мынандай поверхности білімдер көп береді екенбіз да. Бүйтіңдер, сөйтіңдер, бүйту керек, неғып істемейсіңдер деп. Мен де сол образда болдым да. Үйтпеу керек екен. Мен сол қателіктерді сіздер жасамасыншы деймін да. Сөйтіп қазір бүгін мен сіздерге мынау 2-ші тарапта өзімнің қандай қателіктер жасадым, сол қателіктерге де тоқталғым келіп тұр да. Лидер болсаң да, новичок болсаң да, шын ниетімен, жүрегімен мен жасаған қателіктерді сіз жасамасыншы деймін да. Егер сіз оны жасамайтын болсаңыз, ең маңыздысы мен сізге айттым ғой, керемет дүние 4 фактор дедім де. Ең маңызды бұл адамға берілетін бұл уақытта, соны түсініңізші. Мен сіздің уақытыңыз сол қателіктерге кетіп қалмасын. Сіз уақытыңызды үнемдейін. Мен жеткен жетістікке сіз аз уақытта жетсінші. Мен жасаған дүниені аз уақытта командасымен меңгеріп істесінші деген ниетті менікі.
сол ниетімді сол нәрселерге тоқталғым келіп тұр да. Сол үшін сіздерге де кейінгі айттым ғой, мынау бизнес тренер болып келдім. Келгендегі менің мақсатым осознанно келдім. 39 жасымда мына жерде кейбір лидерлер бар, даже біледі, компанияның президенті болып жүрген кезде біраз менде қателіктер жасадым. Мен сізге айтайын, менде бір керемет адам емес, аспаннан түскенше. Менде көп қателіктер жасадым, мысалы компаниямда. Біраз лидерлер оны біледі. Ол мәселе жасаған қателігімде, сосын кейін барып мен талдадым өз өмірімді. Біраз нәрселерді бойыма сіңірдім, осознавать еттім. Жаңағы тренерствоға келгенде мынандай мақсатпен келдім да, бұрын президент болып жүрген кезде біраз бизнес тренерлермен мен де жұмыс жасадым. Сіз дұрыс түсініңіз. Біраз бизнес тренерлер келеді, келгенмен көбісі инструменттерді бере алмайды. Мынандай мотивация жасап кететін бизнес тренерлер де көп. Мен біреуді жамандайын деп жатқан жоқпын. Барлық бизнес тренерлер жақсы. Өйткені өзім де бизнес тренерім ғой қазір, түсіндіңіз ба? Сол кезде мен отырған кезде былай түсінетін, осы неғып инструменттерді осындай беретін бизнес тренерлер жоқ, өстіп сопровождать ететін деп талай бизнес тренермен мен де жұмыс жасадым, мысалға көптеген российский бизнес тренерлермен. Сол кезде осы проблеманы кім шешеді деп ойланып отырмын. Ал Алла тағала енді сондай себеп қылды да мен алып келді осы бизнес тренерлікке, түсіндіңіз ба? Сол үшін мынау почему мен мынандай ударение беру, мына жерде мынандай қателіктер жасау, мына тактиканы былай кіргізуді өстесің деген, ол тәжірибеден алынған нәрсе. Ол кітаптан аламайсың сен оны. Жаңағы бір 4-5 кітапты оқып алып шығып жатқаны, ол тәжірибеден келетін нәрсе. Сол сияқты ана күні айтып кеттім ғой, жүректен шыққан жүрекке барады. Соны түсініңізші. Жүректен шыққан, ал жүректе шықпаған нәрсе ол құлақта қалады да. Ал жүректен шығу үшін сен бойыңа сіңіру керексің да, өзің жасап көру керексің. Сонда өзің жасап көрсең, ол жүректен шығып жүрекке барады да. Ал өзің жасап көрмейтін болсаң, бойыңа сіңірмейтін болсаң, ниетіңмен шынымен де адамдарды жақсы көрмейтін болсаң, шынымен де ниетің соларға жәрдемдескің келіп тұратын жақсы ниетің болса, адамдар оны түсінеді. Сол үшін басында осындай ключевой партнерді тәрбиелеген кезде сразу бәрі шоколад болып кетпейді, соны түсініңізші. Өйткені сен де үйреніп жатсың, ол да үйреніп жатыр да. Сол жерде сізге айтамын, сабыр сақтаңызшы. 1-2 ай жаңағы тренировка жасап, бірақ үйрене беріңізші. Қателік жасайсың, үйрене бер. Өйткені сен қателік жасамасаң, тәжірибе алмайсың. Тәжірибе жасамасаң, сен жеңімпаз боламайсың. Сенің жасаған қателігің қайта жақсы. Қателік жасау арқылы біз өсеміз. Қателік жасау арқылы біз тәжірибе аламыз. Тәжірибеміз бізді жеңімпаздыққа алып келеді. А егер ештеңке жасамай үйде отыратын болсақ, онда біз өспейміз ғой. И так 80-90% біздің адамдарымыз ештеңке істегісі келмейді, үйде отырғысы келеді. Сол үшін олар өспейді да, түсініңіз ба? Ал енді сен мен біз не боламыз? Біз сізбен біз себепкер болу керекпіз. Соларды оятуға, соларға тактика беруге, өз жерде сабырлы бол, соларға үйрет. Кейде білемін, эмоцияға да беріп кетесіз, кейде мен де ашуланамын, кейде кейбіреулер нағылар түсінбейді, осылар топой ма деген лидерлерді мен де ондай болғам. Ол мәселе ода емес. Мәселе саған осы бойыңа сол нәрсені сіңіру, өз-өзіңмен жұмыс жасап үйрену. Абай атамыз не деп айтып кетті? Сен жетістікке жетем десең, бойыңдағы қабілетіңді, қасиетіңді өз-өзіңмен таныс. Неге сен көп ашуланып кетесің? Қай жерде сенің минустарың бар, қай жерде плюстарың бар? Осы емес па өзіңді тану? Өз-өзіңмен жұмыс жасау деген осы емес па? Егер мықты керемет екесің, онда сен өзіңнің мініңді дұрыстасашы. Өзіңмен жаңағы по бальной шкале дедім ғана күн, бал айттым, енді по бальной шкале измерять етсеш өзіңді. Презентацияны қалай айтасың, эмоцияң қандай жүйеде, жаңағы встречаны қалай жасайсың, ключевой партнерді қалай тәрбиелейсің, вообще организаторский способностың қандай, 2 балл ма, 3 балл ма, өзіңе баға берсеші. Сол баға берген кезде сен көресің, неге өсіп өну керек екен. Так, достар, мына жерде 1 сағатымыз бітіпті. 1 сағат